Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін осындай өте дәмді, өте нәзік бөліккелердің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең әуелі ыдысымызға жылы сүтпенен жылы су құйып аламыз. Кейін үстіне қантымызбенен ашқыны салып, барлығын ергенше жақсылап араластырып аламыз. Енді оның үстіне ертілген сары май менен сұйық майды құямыз. Азаздан ұнымызды сеуіп отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр көтерілгеннен кейін 2-3 рет басамыз. Кейін қалаған формаларыңызды жасай берсеңіздер болады. Қамырды противенге салғаннан кейін 30-40 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. 180 градуста 40-50 минуттай асықпай пісіріп аламыз. Егер сіз дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыз, сіздің бөліктеріңіз бұрынғыдан қарағанда өте мінсіз болып шығады. Видеоны қарағандарыңызға рахмет. Достарыңызбен бөлісіп, лайк қойып кетіңіздер.